Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып төл сөз, автор сөзі. Төл сөз, автор сөзі. Біреудің сөзінің бұлжытпай, өзгеріссіз берілуі төл сөз деп аталады. Сөйлеуші өз сөзінің ішінде басқа біреудің сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана берсе, ол төлеу сөз деп аталады. Төл сөздің айналасында оның пайдаланып отырған жазушының немесе сөйлеушінің өз сөздері қоса қолданылады. Ол автор сөзі деп аталады. Төл сөздің орын тәртібі және тыныс белгілері. Төл сөз автор сөзінен бұрын келеді. Мысалы, келешек өткен тарихты қорғау, дейді Олжас Сүлейменов. Келесі, төл сөз автор сөзінен кейін келеді екен. Мысалы, мұғалім былай деді: Әміре Қашаубаев қазақ халқының талантты перзенті. Бұл жерде міне көріп тұрғандағыздай мұғалім былай деді, яғни автор сөзі алғаш жазылған, одан кейін барып төл сөз. Келесі, төл сөз автор сөзінің ортасында келеді. Мысал қарастырсақ, ана маңдайымнан сипап, ұлым арыңды жасыңнан сақта, деді. Келесі, төл сөзді автор сөзі ортадан жарып келеді екен. Мысалы, дат тақсыр, деді кенет жырау қобызын көтеріп, қаралы хабар айтушының жазасы өлім. Төлеу сөз. Ол менен сен қайда барасың деп сұрады. Ол менен қайда баратынымды сұрады. Келесі, диалог. Диалог екі кісінің бір-бірімен тікелей сөйлескен сөзі диалог деп аталады. Сөзге қатысқан жеке адамның сөзі, сұрауы ескертпе деп аталады. Реплика. Ескертпелер де төл сөздің бір түрі. Ал монолог бір кісінің сөйлеуі немесе ойы. Монологта белгілі бір тақырыпты баяндап, сипаттап, әңгімелеп айтып беру мақсаты көзделеді. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.